Домбыра Пати Астанада туған, Астанада өскен, Астанадан шартарапқа тараған мереке. Әр бейсенбіде 2 сағат бойына арқаның төрінде домбыраның қоңырыны күмбірлеп, жиылған жұрт мәз-майрам болып тарқасады. Алғашқы Домбыра Пати 6 жыл бұрын өткен болатын, Астанада басталды, бірақ бүкіл елге таралды. Домбыра Пати өткен қала, ауылдардың саны 30-дан асып жығылды. Шетел асып Түркия, Монголия, Қытай, Ресей, Португалия, Англияда да өтті. Мақсат не деп сұрайды жұрттар? Мақсат өзіміздің болмысымызбен бір болу ғана. Қазақтың ғасырлар бойғы серігі, бесіктегі баласын тәрбиелеген, тентегін тезге салған, батырына жігер берген домбырамен бірге болу. Ол бүгінгі қазақты да біріктіруі тиіс. Домбыра әрине насихатқа мұқтаж емес. Қазақ барда, домбыра да бар. Бірақ ұлттың мұрасымен бір болғыңыз келсе, Домбыра Патиға келіңіз. Әсіресе астаналықтарға қалуға болмайды. Өйткені бұл Астанада туған, Астанада өскен, Астанадан шартарапқа тараған мереке. Айналайын тілегін тәңір берген, қасиет қонған желден